Сәлем балақай, бүгін біз пішіндермен танысамыз. Үш бұрыш. Бұл үш бұрыш деп аталады. Себебі оның үш бұрышы болады балақай. Бірінші бұрышы, екінші бұрышы және үшінші бұрышы. Өмірде үш бұрыш тәріздес заттар көп. Мысалға, мына пирамида. Төрт бұрыш, төрт нүктеден және оларды тізбектей қосатын төрт кесіндіден тұратын фигура. Төрт бұрыштың түрлері өте көп. Олардың өздеріне тән атаулары және қасиеттері болады. Балақай, бұл төрт бұрыштың бір түрі. Шаршы деп аталады. Шаршының барлық қабырғалары бір-біріне тең. Өмірде шаршы тәріздес заттар көп. Мысалға, мына жастықшалар. Тік төрт бұрыш. Тік төрт бұрыштың барлық бұрыштары тік болады. Мысалға, мына планшетті алсақ болады. Бұл фигураны ромб деп атаймыз. Ромб. Мысалға, мына айналардың пішіні ромб тәріздес. Шеңбер және дөңгелек. Шеңбердің іші бос болады. Мысалға, өмірде мысал ретінде сақинаны алсақ болады. Міне, бұл шеңбер деп аталады. Ал дөңгелек іші толы болады. Мысалға, мына тиын. Балақай, бұл бес бұрыш, себебі оның бес бұрышы бар. Бұл алты бұрыш деп аталады, себебі оның алты бұрышы бар. Сегіз бұрышты фигура, себебі оның сегіз бұрышы бар. Сопақша. Бұл фигураның атауы сопақша. Өмірде қауын сопақ тәріздес. Ал енді балақай, ойын ойнайық. Мына үш заттың ішінен сопақша тәріздес затты көріп тұрмыз ба? Жарайсың балақай. Ананас сопақша тәріздес. Ал енді балақай, мына суреттердің ішінен үш бұрыш тәріздес затты тауып көр. Жарайсың балақай. Қарбыз үш бұрыш тәріздес. Мына заттардың ішінен дөңгелек тәріздес затты кім тауып береді? Жарайсың балақай. Айна дөңгелек тәріздес. Балақай, видео ұнаса, лайк басып, жазылуды ұмытпа.